8-і дүйсенбі, тура 7-ші қыркүйек жексенбі күні осының алды ай тұтылуы өте маңызды. Күші мығым, қып-қызыл ай толуы. Сонда осы 8 мен 14-ті осы ай толудың күшін сезінумен өтеді баршамызды. Себебі 21-ші қыркүйекке дейін 14 күн ішінде 7-сінен бастап осы ай тұтылуының календарында боламыз біз. Соны сезінеміз деген сөз. Күшін. Өткеніміз, жүріп өткен жолымызға байланысты енді бір қорытынды көреміз. Ебір жасырған дүниелер сыртқа шығады. Ебір шешім тоқтауға келеміз. Қарым-қатынастар ұнамайтын, достар, көзжілер, немесе бізді бағалай бермейтін бір туыстарымыз деген секілді. Ебір махаббатымыз, немесе қонбайтын еміміз, көп табыс әкелмейтін жұмысымыз деген секілді бір сол жерлерде енді бір көзіміз ашылады, немесе бір тоқтамға келеміз ішімізде. Бірақ оның бәрі сыртқа көрініп жатпауы мүмкін, мұның барлығы ішімізде болып жатады. Сондықтан өте сезімтал, сезімдеріміз шүпілдеп шыққан, өзгелермен бір конфликтілерде уақыты болуы мүмкін. Себебі кез келген бір келіспей қалушылық тек жаманшылыққа апармайды. Келесі бір этаптарға, бір жоғарылауға алып келуі мүмкін. Енді қып-қызыл ай толы болады. Ай мен күн тура қарсы бір-бірінен, тура қарсы бетте тұрады. Ал жер ортада қалады. Айдың бетін жердің көлеңкесімен түсіп, қызыл жарық болып, бізге қып-қызыл ай толу болады, күші мығым. Әр айда, мысалы, ай толу болса, ал ай тұтылу дегеніміз, бұл содан 10 есе күші мығым. Бір кульминациялық шарықтау шегі. Және бұл тек сол күні емес, осы 7-сіне дейінгі аралық, 5-6-сы, 7-сі және 21-не дейін созылады. Біздің 8, 9 жыл және 18 жыл арасындағы өміріміздің бір қорытындысы. Сондықтан бір ішімізде өткен кеткеніміз қайта оралады. Бұрынғы бір туыстардың арасында конфликттер болса, келіспей қалушылықтар болса, немесе бір махаббатта ішімізде өкпе-ренішіміз болса, сол шығады. Немесе бір ішімізде бір рахметіміз болса, соны білдіреміз. Соны бір құрметімізді білдіреміз. Себебі екі жағын береді. Әрі бір сатып алулар болады, сыйлықтар келеді үйімізге, той-томалақтар болады, бір тілектер орындалады, бір жан-жаққа қыдырулар болады, көлік, жер сатып алулар, ең кульминациялық кезең 21-не дейін. Әрі мына біздің ішкі сезіміміз бен сыртқы дүние, күн біздің сыртқы дүниеде іс-әрекетімізге, ай ішкі сезімімізге жауап береді. Мына осы екеуі бірін-бірі көрмейді. Сондықтан бір ішімізде конфликтілер де болуы мүмкін. Және мына дүйсенбі 8-і. Бұл күні біздің айымыз әлі де балықтар белгісінде тұрады. 8-і және мына 9-і таңға дейін. Бұл кезеңде бір оқшаулықты алаймыз, рухани ізденісті алаймыз, немесе түс аяндар көреміз, немесе жалқаулыққа салып көрпеміз жамылып ұйықтаймыз, телесериалдар көреміз, немесе ауылымызға кетеміз, бір денсаулығымызбен айналысамыз. Әйтеуір бір қатты көпшілікті қаламаймыз. Ішкі бір ізденістер, қопарыстарда кезең. Енді 9-і, 10-і ай өзінің орнын ауыстырады. Және мына 8-іне түстен кешке дейінгі аралық. Осы аралықта Сатурн аспектісі де бар. Бұл не бір жасы үлкен адамдармен кездесеміз, немесе бір құжаттар тапсырамыз, немесе ата-анамызға бір көмек сүйеу, бір ауырып жатқан адамдарға көмек, әлсіз адамдарға көмек деген секілді. Немесе бір шындық, әділдік, теңдік, соны қалаймыз. Бір біздің өмірімізге бір бақылау, контроль, сындар да естуіміз мүмкін. Бір шыдамдылық, әділдікті жақтауымыз керек. Осы кезеңде осы аспект бар. Немесе кейбір адамдарда бір ақшаны талқылайды, кейбір адамдар құжатты талқылайды, немесе туыстармен қарым-қатынастар бір осы кезеңде болуы да мүмкін, бір кішкене шектеулер, қиыншылықтарды. 9 мен 10-да мына айымыз енді тоқты белгісіне өтеді. Және шатастырмайық. Мына балықтар белгісіне дегенде тек балыққа қатысты екен деп. Ай өте жылдам қимылдайды, 2,5 күнде өзінің орнын ауыстырып отырады. Ай қайда барады, бүкіл адамдар көңіл күйіміз сол жерде болады біздің. Енді от белгісіне өтеді. 9 мен 10-ы 2 күн бойы от белгісінде тұрады. Енді жанымыз бір шапшаңдық қалайды. Барлық адамдар. Жаңағы тез іс жасап, тез нәтижеге жеткіміз келеді. Кез келген адамға хабарласып, кез келген істі теуіп көріп, кез келген адамға ойымызды ашық айтып, бір
сатып алатын дүниемізді сатып алып, шығатын жағымызға шығып, осындай бір тірліктер жасайтын боламыз. Әрі мына 10-да ай мен Марстың қарама-қайшылық аспектісі бар. Конфликтілер, келіспей қалушылықтар, немесе жүйкеміздің бір сыр беруі, немесе анда-мында жүгіру, шапшаңдық. Себебі бір істерді жасау үшін бір көп күш салған аралықта адамдармен кішкене келіспей қалушылықтар да болуы мүмкін. Әрбір келіспей қалушылық тек жаманшылыққа әкеледі деген нәрсе емес. Бір істі де алға жылжытуы мүмкін. Және бұл аптада бұрынғының ғаламшарының да аспектісі бар. Осы 11 мен 12-сінде. Бұрынғы адамдар, бұрынғы сыныптастар, бұрынғы группаластар, бұрынғы жұмыс орындары, немесе бұрынғы әулет адамдар бір кездесу деген секілді. Әйтеуір осы жерде бұрынғыға бір ораламыз. Және тастайтын нәрселер тастау, анау бір жатқан дүниелер, ескі дүниелер, ескі сарайымыз бір тастап, өртеп, өміріміздің барлық тұсын бір ретке келтіруде кезең болады. Әрі бір сезімтал уақытта ай тұтылуының күші. Соны енді 11-12-сінен бастап, енді біз аздау сезінеміз. Себебі жер белгісінде біздің айымыз тұрады. Енді бір жаңағы еш-жаққа асықпай, ас дайындап, өмірден бір рахат алу, немесе сатып алулар, соған жақсы уақыт болады. 11 мен 12-сінде. Әрі мына ай тұтылуы 7-ші қыркүйек. Құдай, әлем, кеңістік маған сен деп тұрады. Қатты логика емес, бұл уақытта бір жүрекпен ойлану керек. Әлемнің, Құдайдың бір сіздің өміріңізге келіп атқан дүниесін енді өзгерте алмайсыз бұл уақытта. Себебі ай тұтылу кезеңі бір кеңістік әлемнің бір печаттарға ойылатын уақытсыз. Ұнамайтын қарым-қатынастардан шығасыз. Бірақ оны сіз жасамайсыз, әлемнің өзі сізге алып келеді. Еш нәрсе сен жасама дейді. Барлығы өзі келеді дейді. Жүрекпен Құдайға сен дейді. Ал 21-ші қыркүйекте күн тұтылуы болады. Ол кезеңде енді сен логика, оймен миыңды іске қос. Енді бір материалды дүние, құжат, бір соларды ретке келтір, ақша, соны ойлан деген сөз. Өзіңді алға шығар дейді. Ал 21-не дейін осы 7-ші қыркүйектен бастап бүкіл әлемдік бір махаббат, немесе бір көмек, немесе бір өзгелерді қабылдау, кешіру, татуласу, осындай аспектін көрсетеді. Және сізді бағаламайтын бір қарым-қатынастарда, ішіңізде бір ұрыс-керіссіз, содан бір шығу, алыстау, дистанцияны сақтау. Және ол күрмеуге түсіп жоқ болады. Енді 18-9 жылға дейін. 2007 жыл, 2008 бен ортасында және 2015 пен 2016 жыл. Сол кезеңде бір тақырыптарға ұқсас оқиғалар да келуі мүмкін. Жартылай және толық циклдың бір аяқталып, жаңа оқиғалар келу. Әрі енді мына аптаның соңына қарай 13-14-де біздің айымыз егіздер белгісіне өтеді. Енді жанымыз общение, контакты, қыдыру, сатып алулар, оқу, тоқу, соған жақсы уақыт. Және ұмытпаймыз, осы аптада Юпитер мен Марстың қарама-қайшылық аспектісі әлі де тұр. Бұл не? Бұл бір жаңағы ақшаны бетіне қарамай жаратып жіберу, немесе қатты бір көңілшек болып, кейін оған бір өкініп қалу деген секілді. Немесе көп жаңағы уәделер беріп қою, көп сөйлеу, немесе бұл тағы да не болуы мүмкін, бір туыстар ортасында бір дастархандас болу, бір сол жерде бір жиналулар, татуласулар, немесе келіспей қалушылықтар, екі жағы бар. Соны беретін болады. Әйтеуір бір жасырып ұстаған ішіңіздегі соның барлығы сыртқа шығатын уақыт. Және бір өз өміріңізге разысыз ба? Нені өзгертуіңіз керек? Соны бір өмір айнасына қарап, соны өзгертетін уақытыңыз. Нағыз осы аралықта күн мен ай тұтылудың календор уақытында 7 менен 21-ші қыркүйек аралығында ұзақ мерзімге бір оқу, немесе бір жоспарыңыз, мүмкін бір кәсібіңіз, бір мақсатыңыз, соны жүзеге асыруыңызға болады. Сонда ол кемі 9 жыл, 18 жылға кететін болады. Және өзіңіздің бір құтыла алмай жүрген әдеттеріңізден, бір тәуелділіктерден құтылуға да жақсы уақыт. Себебі осы аптада бұрынғы адамдарда өмірлеріңізді, есіктеріңізді тоқылдатып, немесе бір звоноктар келуі мүмкін, хабарласу мүмкін, кеңістік әлеміне, немесе өмірдің өзі соған алып келуі мүмкін.
әрбір білмей жүрген бір диагноз, емдеріңіз, көп емделулер, соған қатысты да оқиды. Сол жерде де бір көзіңіздің ашылуы бар. Әрі осы уақытта келген адамдардың барлығына сеніп қалмаңыздар. Себебі ертең күнмен ай тұтылып біткеннен соң қайтадан соны 9-18 жылға сол жерде егер бір тәуелділіктер болған болса, бір тәуелді махаббаттар немесе бір тәуелді жұмыстар, соған қайта келулеріңіз мүмкін тағы да 9-18 жылға созылып кетуі мүмкін. Бірақ ішінде бір шындық, әділдік, шын көңілден сондай бір қарым-қатынастар болса, солар тағы да 9-18 жылға егер татулассаңыздар, оған да кетуі мүмкін. Екі жағы береді. Мықты апта болғалы тұр. Керемет, өзінің сәттілігімен келсін осы апта.